Сәлем достар. Сәлем жастар. Эфирде жастар бағдарламасы. Оның жүргізушілері Нұрсұлтан Және Дәлел. Біздің бағдарлама жаңашыл әрі жалынды. Білімді де дарынды жастарға арналған. Нұрсұлтан, бір темірді қанша сағат дәнекерлейсің? Қалай жай істейсің? Қазір. Сәл жүдап кетсең, керемет дүние қалдыр. Болды енді мақтана бермей. Жұмысты тезірек аяқтап, басқа іске кірісейік. Асқан шайтанның ісі. Асықпасаңшы, шынай дәнекерлеу қандай қиын екенін білесің ғой. Ал виртуалды дәнекерлеу бұдан да қиын дейді. Кім айтты? Қуаныш Кәкім. Қуаныш Кәкім небәрі 20 жаста болса да оқытушы болып үлгерген. Ол әріптестерінен жасымен ғана емес, қызмет орнымен де ерекшеленеді. Қуаныш көліктегі технологиялар орталығында өндірістік оқыту шебері. Астана Жаңақала индустриалдық паркіндегі Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясының бұл филиалы былтыр жазда желкенін керген. Менің осы центрда басты міндетім осы Қазақстан теміржолының жұмыскерлерін біліктілігін арттыруға келген кезде соларға, яғни дәнекерлеу бағытында сабақтар, білім беру. Бүгінде бұл арнайы тренажердің көмегімен теміржолшыларды оқытатын ең заманауи орталық. Тмд елінде баламасы жоқ білім ошағының оқу корпусы, полигон, әкімшілік ғимарат және 300 орындық жатақханасы бар. Ал оқу ғимараты озық техникамен жабдықталған 16 кабинет пен 10 зертханадан тұрады. Ал осындай су жаңа ошақтың шебері Қуаныш Алтайұлы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің алдыңғы жылғы түлегі. 2011 жылдың 21 қыркүйегінде осы Астана келдім, бірақ басқа мамандықпен. Бұл айтуға осы салаға мен байқаусыздан жай түсіп қалдым. Өйткені ол резюмемді заводқа апарған кезде бізді енді қол аяғымызбен жұлып әкетті. Сен керексің. Содан сол жерде бір локомотив құрастыру заводында 1 жылда жұмыс істедім, жай дәнекерлеуші болып. Сосын осы жерге ұсыныс түсті. Содан бері ол осы мерзімде 2,5 мың теміржолшыны кәсіби түрде дәнекерлеуге баулып үлгерген. Ал өзінің де осы тұрғыда білік жинауына шетелде білімін жетілдіру себеп. Дәнекерлеуді беру, білім беру әдісі. Яғни осыған байланысты біз осы 1-2 ай бұрын ақш-та, Джорджия штатында, Атланта қаласында осы яғни білімді беру, қалай беру әдістерін дұрыс қалай іске асыру жайлы курстарына барып оқуға барып қайттық. Бүгінде орталықта 89 мамандық бойынша тәжірибелік дайындық бағдарламасы әзірленген. Орталық отандық маманмен бірге шетелдік қызметкердің де біліктілігін жетілдірмек. Ал бұл орында жылына 15 мың адам оқиды, немесе қайта даярлаудан өтіледі. Менің мамандығыммен байланысты бір 63 Қазақстан теміржолының жұмысшылары оқытылды. Сонымен қатар қалалық көлік колледждарының студенттерінен қарағанда 145 студент. Білім жүйесінің дамуына серпін беріп отырған орталық биыл арнайы ангар ашпақ. Онда шынайы жұмыс жүргізіліп, зертханада дәнекерленген темір жігінің сапасы тексерілмек. Әзірше оның бәрі тек қана виртуалды аппаратта істелінеді. Ол яғни жұмыс өзі дәнекер жұмысын атқарады. Жұмыс атқарған кезде аппарат автоматты түрде өзіне баға қояды. Яғни бағасын қояды, оның график жүзіндегі схемасын көрсетеді. Теміржол машинасын жасау еліміздегі жедел дамушы саланың бірі. Локомотив және электровоз өндірісімен бірге Астанада жаңа буынның вагондарын шығару жолға қойылды. Енді елімізде алғаш рет жүрік теміржолында құрылыс басталмақ. Әрі таяу болашақта жылжымалы құрамды кең ауқымды ауыстыру жүреді. Ал мұның бәрі тың технологияны тізгіндейтін жоғары білікті мамансыз мүмкін емес әсте. Сол себепті Қуаныш Алтайұлы қызметі көп қырлы шойын жолдың келешегіне жауапты орталықта сабақ бергенін мақтан тұтады. Нұрсұлтан, мынау не білесің бе? Бұл бізде ойыншық. Бірақ бұл жай ғана ойыншық емес, бұл жаңартылған энергия көзі. Жел энергиясы дейсің ғой. Дәл таптың, бұл өте терең ғылым. Айтпақшы, 3 жылдан кейін болатын экспоның тақырыбы осы екенін білетін шығарсың. Әрине, Назарбаев университетінде осы сала бойынша ғылыми зерттеулер жұмысы жүріп жатқанын да білем. Назарбаев университетінің студенті атану әрбір жас түлектің арманы.
Ал осы университетке маман болу мыңның біріне ғана бұйырады. Неліктен? Себебі мұнда ғылымның жілігін шағып, майын ішкен жастар ғана қызмет ету мүмкіндігіне ие. Мен докторантураны ақш Колорадо штатында бітірдім, фотоэлементтер бойынша. Осы университетке 2013 жылы келдім. Сөйтіп осы лабораторияны бастадым. Назарбаев университеті ғылыми зерттеу бағытындағы жоғары оқу орны болып табылады. Сондықтан да бұл білім ордасында 3 ғылыми орталық бар. Солардың бірі энергетика саласын дамытуға бағытталған. Ғалымжан осы ғылыми орталықта аға ғылыми қызметкер болып жұмыс істейді. Қазір біздің лабораториямызда жобада 7 адам бар. Олардың бәрі мен сияқты болашақ программасымен шет елде бітіріп, енді осы жерге келіп жұмыс істеп жатыр. Бұл ғылыми орталықта жел және күн көзі энергиясы мен гидроэнергия, сонымен бірге қуат үнемдеуші технологиялар ойластырылып, электроэнергиялық жүйеге қатынасы анықталады. Ал қазіргі таңда орталықтың жас ғалымдары фотоэлементтердің физика-химиялық қасиеттерін зерттеп, жаңаша түрін ойлап табуда. Осы фотоэлементтердің мақсаты жаңа күн сәулесін, күн энергиясын электроэнергияға айналдыру. Олардың жаңа кремний фотоэлементтерден негізгі айырмашылығы, олар кремний элементтерден қарағанда арзан болуы мүмкін. Әзірге фотоэлементтер тек шетел зертханаларында жасалады. Яғни жаңартылатын энергия жобасын қолға алған жастар өзге мемлекеттің ғалымдарымен кеңесе отырып, бүгінде бұл жобаны жүзеге асырды. Бұл біздің бірінші прототиптеріміз. Оларды біз Страсбург университетінде жасадық, біздің адамдар. Ал енді келешекте біз осындай фотоэлементтерді өзіміздің лабораториямызда жасауға тырысамыз. Ғалымжан зертханадағы жұмыстарымен қатар студенттерге физика пәнінен сабақ береді. Онымен бірге өзге де жас ғалымдар университет студенттеріне дәріс өткізіп, бар білгенін үйретеді. Университетте барлық сабақ ағылшын тілінде жүреді. Яғни біздің ғылыми орталықта негізгі қолданыста ағылшын тілі. Бұл жерде болашақ бағдарламасы бойынша батыс елдерінде білім алған жастар жиналған. Олар елімізге келіп, сол жақтан оқыған, тоқығанын, көрген, білген зерттеулерін енгізіп жатыр. Жалпы зерттеу орталығын алып қарайтын болсақ, оның 90%-ын жастар құрайды. Сондай-ақ еліміздің әр аймағындағы тәжірибе ғалымдарды да осы орталыққа тартуға тырысамыз. Энергетикалық орталықтың техникалық жабдықталуы мен зерттеуші ғалымдары ел ғылымына жаңа серпін әкелуге толығымен қабілетті. Техника ғылымдарын жетік меңгерген жас мамандарға айта кететін бір жайт, мұнда қызмет ету үшін шетелде білім алу міндетті емес. Ең бастысы ғылымға деген құштарлық. Дәлел, сен осы мектепте олимпиадаға қатысушы ма едің? Әрине қатыстым. Қай бағытта? Мысалы, мен жаратылыстану бағытында көптеген жетістікке жеттім. Ал мен гуманитарлық пәндерді өте жақсы оқыдым. Мен мұны бекерге сұрағам жоқ. Оқушылық шаққа саяхат жасасақ қалай қарайсың? Мен қарсы емеспін, бірақ қалай? Қазір сюжетке зер салсаң, өзің ақ түсінесің. Жаратылыстану бағытында өткен республикалық олимпиадаға еліміздің 14 облысы және 2 қаласынан 50 оқушы қатысты. Олар өзара математика, физика, информатика, химия, биология және география пәндері бойынша алтын, күміс және қола медаль үшін сайысқан болатын. Осы конкуренцияның арқасында балалар білімдерін жақсы шыңдайды. Бұлдай конкуренция керек. Бұл жаңағы жаман конкуренция деп айтпаймыз, бұл жаңағы жақсы конкуренция балалардың дайындығына өте жақсы ықпал беретін бағыт деп ойлаймын. Олимпиада қорытындысы бойынша Алматы қаласының мектептері бірінші командалық орынды иеленді. Соның бірі Алматы қалалық дарынды балаларға арналған нөмірі 165-ші мамандандырылған мектеп лицейі. Республика олимпиадаға қатысу үшін бізде мектебімізде физика пәні бойынша, математика пәні бойынша, химия пәні бойынша және информатика пәні осы 4 пән бойынша бізде олимпиадалық мектеп құрылған. Сабақтан тыс уақытта біздің балалар енді дарынды балаларға арналған мектеп болғандықтан және физика, математика, химия, биология бағытындағы мектеп болғандықтан бізде тренерлеріміз бар. Осы білім ордасындағы 9-шы сынып оқушысы Құрмантаев Дәулет олимпиада десе ішкен асын жерге қояды. Оған оның кеудесіндегі түрлі түсті медальдар дәлел. Дәулет олимпиадаға алтын үшін қатыспайды. Мақсаты білім деңгейін тексеріп, кем-кетігін бүтіндеу. Мен олимпиадаларға көп дайындалмаймын.
Өйткені олимпиадаларым көп болғандықтан, мен бірінші олимпиада біткен соң, екінші олимпиадаға да айдаламын, ал екінші олимпиада мысалы 2 аптадан соң болады. Сондықтан уақытым көп болмайды. Абдрахманов, Әлен Шакиев, Александр және Худяков Александрда осы мектептің шәкірттері. Республикалық білім бәсекесінде олар да намысты қолдан бермеді. Мой учитель, Людмила Викторовна, очень любит фразу, то, что 90% успеха. Менің ұстазымның әрдайым айтатын сөзі бар. Оқушы жетістігінің 90% өзіне, тек 10% ғана ұстазға байланысты. Расында, менің ойымша, жеңімпаз атанамын десең, мұғалімнің бағыты мен тапсырмасын күтіп отырмау керек. Жалқаулықты жеңіп, өзіңізден сен ғана жеңімпаз атанасың. И не зацикливаться на этом, потому что отдых – это тоже часть работы. Жалпы алғанда Алматы қалалық дарынды балаларға арналған нөмірі 165-ші мамандандырылған мектеп-лицейі қашанда жетекші орында. Мысалы, жыл сайын Назарбаев университетінде өтетін бірінші курс студенттері арасындағы мектептік білімді бағалайтын емтиханда осы оқу ордасының шәкірттері бірнеше жыл қатарынан тиісті үдеден көрініп келеді. Келесің? Келесің аяқпен? Тұрасың? Дәлел, мұны біреу еріккенің ермегдер. Бірақ осының өзі бір спорт қой. Дұрыс айтасың, денең кәдімгідей сергіп қалады. Бір қызғы скейтбордтың арнайы ұйым болмаса да, жастар үнемі сайыстар өткізіп тұрады екен. Я, қалай болғанда да салауатты өмір салтын ұстанғанға не жетсін? Ендеше күрделі әрі қауіпті саналатын спорт түрімен жақынырақ танысайық. Бұл спорт түрімен көбіне қала жастары айналысады. Тіпті қала көшелерінде дамыған бұл спорттың бөлек саласы да бар. Әрине, мұны бір қарағанда спорт деп айтуға қиын болар. Тіпті бала ойыны секілді көрінуі әбден мүмкін. Дегенмен күніне 8-9 сағат белсенді дене жаттығуын талап ететін істі бала ойыны деп те айта алмайсыз. Жалпы скейтбордингтің пайда болғанына жарты ғасырдан асса да, елімізге бұл спорт жаңа мыңжылдықтың басында келді. История алматинского скейтбординга начинается. Алматы скейтбординг тарихы 2000 жылдардың басынан басталады. Елге келген шетелдіктерден көрген жергілікті жастар скейтбордқа бой үйрете бастады. Әрине, алғашында қиын болды. Тіпті скейтборд сатып алудың өзі бір машақат еді. Себебі бізде мұндайлар сатылмайтын. Скейтбординг айналысу аясына байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Арнайы көлбеу конструкцияда орындалатын жаттығулар вёрт бағытына жатса, көлденең тақтайшалар мен жақтауларды ағысы скейтпарк деп аталады. Ал көшедегі кедергілер арқылы секіру бағыты скейт-стрит. Осы соңғы бағыт елімізде кең таралған. Жалпы скейтбордпен кез келген адам сырғанай алады. Дегенмен шеберлікке жету үшін уақыт керек. Чтобы уметь какую-то базу из трюков, то есть қалыпты шеберлікке жету үшін 3 жыл қажет. Трюктердің белгілі бір негізін үйрену керек алдымен. Ал әрбірі сырғанауға біраз жеткілікті. Bir қарағанда оңай болып көрінгенмен, шын мәнінде қиын. Себебі аяғыңды қалай қойғанда тақтайша айналатынын сезу керек. Соған үйрену керек. Она перевернулась. Скейтбордингті айтып, оның атауына негіз болған скейтбордты айтпау әбестік болар. Скейтборд сөзі ағылшын тілінен аударғанда ролик тақтайшасы деген мағынаны білдіреді. Өскелең ұрпақ үшін дене белсенділігі азайып келе жатқан уақытта бұл нағыз керек спорт болып тұр. Ойын баласы үшін көшеде құр сенделмей, бос уақытын жаттығуға жұмсап, өзгелерден өзгеше көріну бұл экстремалды спорт түрінің басты ерекшелігі болар бәлкім. Достарым сырғанайтын, мен де қызықтырды. Басында арзан қол тақтайшалармен сырғанадым. Әдетте ата-аналар ойлайтындай бұл жай ойыншық емес. Бұл бақыт сыйлайтын тақтайша. Бұл ең бірінші еркіндік, достық және төзімділікке, қайсарлыққа бой үйретеді. Учит не сдаваться. Расында да бұл жастар үшін жай ғана спорт емес, бұл өмір сүру салты, салауатты өмір салты. Заман талабымен қатар аяқ басқан жастар үшін бұл өзінше ой еркіндігі, өзгеше бой еркіндігі. Нұрсұлтан, бүгінгі бағдарламада біраз жайтпен таныс болдық. Келесі жолы бұдан да қызықты сюжеттерді көреміз деп ойлаймын. Әрине, қызықтың көкесі әлі алда. Ал сіздер, құрметті телекөрермендер, әркез біздің жастар бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Кездескенше достар!